Бүгін бір қызық жағдай болды. Ойламаған жерден Ордабасы ауданындағы СЕС-ке барғам. Бір жұмыспен. Сонымен сол жерге барып тұрғам ғой, бір маманды күтіп тұрғам. Үзіліс уақыты. Сонымен барып тұрсам, жағына қарайым, кіре берісте тұрғам ғой. Кіре берісін бәрі быт шығып кеткен. Көгеріп, зәктеп, полдары ағар, онып кеткен, кей жерлері краскілері кетіп қалған. Әтейінде мектептерді кеп тексереді ғой. Техничкалар полды 2-3 мәртеден жуады. Терезені алдын сүртеді, терезелер сүртеді. Бір шанды қалдырмайды ғой, былай қарас, енді былайша айтқан кезде. Бір кішкентай шан тұрса, соның бәрін сүртіп шығады ғой, айналдырып, ана сес кіретін жерден бастап, мектептің ішін жағын бәрін аралап жүретін жердің бәрін тап-таза қылып тастайды ғой, ойбай сес келе жатыр. Сес десе біз ойлаймыз, ол тазалықты сүйетін, санитарлық нормаларды сақтайтын, сондай мамандар деп ойлаймыз да. Сондай мекеме ғой негізі ол. Мектептерді аралайтын кезде айтады ғой. Мына мектептеріңіз санитарлық нормаларға сай келмейді, мектептерді жабу қажет. Мен айтатын тұғым сол кездерде да. Жауып тасташы ал, мемлекеттік мекеме ғой бұл деймін да. Өзім, мен оларға айтпаймын, өзім іштей ызаланамын да. Мемлекеттік мекеме ғой, бұны жауып тастап не істемекшін? Ал балаларды оқытпай қой ал, жауып тастап. Сонда сен не ұтасың? Бұл басқа бір мемлекеттің несі емес қой, бір частный мектеп болса мейлі да. Басқа бір мемлекеттің мектебі емес ол. Өзіміздің Қазақстанның мектебі да. Сонда да барып тексеруге барған кезде ана тексерушілер шіренеді ғой. Бұл санитарлық нормаға сай келмейді, мына жерде мынау жоқ, анау жоқ деп. Ал өздеріне бүгін бардым, кіреберіс жері осындай болып тұр. Алды. Ал оның ар жағы қалай болып тұр? Ар жағы қандай болып тұр оның? Және біз мектептерде ойбай сес келетін жерді әдемілеп қоямыз. Ар жағы жерлер онша емес болып тұрса да. Ал бұлардың кіреберіс жерінің өзі қандай болып тұр? Көріп тұрсыз ғой видеодан. Неге осы сестің өзін тексеретін сес керек? Тексеру керек осылардың өздерін. Міне қараңыздаршы қандай бұл мемлекет мекеме, ал өздері келіп айтады ғой бізге. Бұл мемлекет мекемені сендер таза ұстауларын қажетсіздер. Ал өздері таза ұстап отыр ма? Санитарлық нормаларға сай келе ма? Келмейді. Өзін зданияның бычыт отырған жерінде дұрыс қарамай отырсын. Сен бар басқа мекемеге барып әңгіме айтпай-ақ қойыңдар сендер үйтіп. Мемлекеттік мекемедегі мектептерге барып найе жасамай-ақ қойыңдар олай. Ол біреудің бір мекемесі емес. Мемлекеттің мекемесі. Мемлекеттің мекемесіне сендер қайта науыр жандарын ашысын. Бар сол жердегі басшыны қорқытып, парасын алып кетпей, басқа қылмай, айыппұл салып кетпей, пәленбай миллиондап. Қайта мүмкіндік жасаңдар, барыңдар, кім жауапты сол мемлекет мекемеге? Мемлекет қызметкерлер ма? Соларға барып айтыңдар сендер. Солай жұмыс жасаңдар. Санитарлық нормаларға сай келмей тұрған нәрселер, санитарлық нормаларға сай келеді сол кезде. Сендер өздерін шығасыңдар, кабинеттерінен шығасыңдар да, ар жақта барып тексересіңдер мектептердің бәрін аралап. Тексергіш екесіңдер, прокуратураны тексеріңдер, тексергіш екесіңдер, әкімшілікті тексеріңдер, тексергіш екесіңдер, бар полиция бөлімшесін тексеріңдер. Мемлекет мекемелер көп қой, барып солар тексеріңдер. Ең әлсізі бұл жерде мемлекет мекемелерінің ішіндегі мектеп болып тұр. Мектепке ғана әлдерін келеді. Барасыңдар да басшыға найе жасайсыңдар, басшыны езесіңдер. Олай болмайды. Ол басшыны басқа бір бөгде бір ғаламшарлық па, бір бөгде елдікі ма, әдейі істеп тұрма сол мектептің жағдайын сондай қылып. Не бір кришасының төбесіне су ағып жатқан мектептер бар. Сол бар әдейі тесіп қойған ба кришаны? Керісінше наурат сендер соған жәрдем беріңдер, көмектесіңдер, бірлесіп жұмыс жасап, жеткізіңдер ана мемлекет бюджетке енгізіңдер. Барасыңдар, қанайсыңдар, жұртты қанайсыңдар, ананы қанайсыңдар, мектеп басшысын қанайсыңдар барып. Кәсіпкерді қанайсыңдар барып. Сай емес деп. Ашуланбайтын адамды ашуландырасыңдар, сендер іс-әрекеттерін ашу тудыратын. Дұрыс жұмыс жасаңдар, дұрыс бірлесіп жұмыс жасаңдар. Жарты ғасыр болған мектепті бар тексере бермей.